Японияның Чиба қаласында жер үстінде емес, аспан астында әрекетленетін поезд бар екенін білесіз бе? Бұл дүниядағы ең ұзын жоғарыға асылған көріністегі монорельс. Ол екі жөнелістен ібарат болып, ұлума ұзынлығы шамаменен 15,2 километр. Оның бірінші бөлігі 1988 жыл ашылған. Толық құрылыс болса 1999 жылы жұмақланған. Ол әдетте электр энергиясы менен іслейді. Вагонларға шамаменен 120-140 адам сияды. Тезлігі болса саатына 240 километрге шекем жетуі мүмкін. Чиба монорельсі тек қана жергілікті халық үшін емес, бәлкі саяхатшылар үшін да қолай транспорт құралы есапланады. Көптеген туристер оннан пайдаланып, қаладағы табиғат көріністерін жоғарыдан тамаша ету мүмкіншілігіне ие болады. Сонымен бірге монорельс станциялары қаланың зарурлы орындарында жайласқан. Бұл болса саяхатты және де аңсатластырады. Әр күні шамаменен мыңлаған жолаушыларды тасиды. Мағлұматларға қарағанда Германия, ақш, Франция, Япония, Швейцария, Канада, Италия сияқты мемлекеттерде құрылған һәм белсене түрде істеп келмекте. Сіз осыған ұқсас қызықты мағлұматларды білгіңіз келсе, каналымызға ағза болың.